Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2-ші сынып 40-шы сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жүздік, жүздіктермен санау, жүздіктерді қосу және азайту деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: қалып қойған сандарды атам. 1 бірлік ол 1, 2 бірлік ол 2, 3 бірлік 3, 4 бірлік 4, 5 бірлік 5, 6 бірлік 6, 7 бірлік 7, 8 бірлік 8, 9 бірлік 9-ды құрайды. Әсі, 10 бірлік 1 ондық тең 10-ға, 20 бірлік 2 ондық тең 20-ға, 30 бірлік 3 ондықты құрап 30-ға тең, 40 бірлік 4 ондық 40-ға тең, 50 бірлік 5 ондық 50-ге тең, 60 бірлік 6 ондық 60-ға тең, 70 бірлік 7 ондық 70-ге тең, 80 бірлік 8 ондық 90-ға тең, 90 бірлік 9 ондық 90-ды құрайды. Бысы, 10 ондық 1 жүздік тең 100, 20 ондық 2 жүздік тең 200, 30 ондық тең 3 жүздік 300, 40 ондық 4 жүздік тең 400, 50 ондық 5 жүздік тең 500, 60 ондық тең 6 жүздік тең 600, 70 ондық 7 жүздік тең 700, 80 ондық 8 жүздік тең 800, 9 ондық тең 9 жүздік 900. Бысы, 10 жүздік 1 мыңдық тең 1 мың, 20 жүздік 2 мыңдық тең 2 мың, 30 жүздік 3 мыңдық тең 3 мың, 40 жүздік 4 мыңдық тең 4 мың, 50 жүздік 5 мыңдық тең 5 мың, 60 жүздік 6 мыңдық тең 6 мың, 70 жүздік 7 мыңдық тең 7 мың, 80 жүздік 8 мыңдық 8 мың, 90 жүздік 9 мыңға тең 9 мыңға тең болады. Осы жерде есіңде сақта, кез келген разрядтың әрбір 10 бірлігі одан жоғары разрядтың 1 бірлігін құрайды. Үшінші тапсырма: мысалдарды түсіндіре отырып шығар дейді. 20-ға 30-ды қосамыз, ол дегеніміз 2 ондық қосылған 3 ондық тең 50-ге. 60-тан 40-ды азайтамыз, ол дегеніміз 6 ондық азайту 4 ондық тең 20-ға. 300 қосылған 700 дегеніміз, ол 300-дікті 700-дікке қосамыз тең 1000. Әсім, 300-ге 70-ді қосамыз, ол 300-дік қосылған 7 ондық тең 370. 65 ондық азайтылған 2 ондық, ол 63 ондықты береді. 23 ондық қосылған 77 ондық тең 100 ондықты береді. 97 ондықтан 65 ондықты азайтсақ, 32 ондыққа тең. Төртінші тапсырма: амалдарды орында. 600 қосылған 100 азайту 200 тең 500. 900 азайтылған 500 қосылған 300 тең 700. 89 ондық азайтылған 9 ондық қосылған 200 тең 1000. 57 ондық қосылған 3 ондық қосылған 300 тең 900-ды құрайды. Бесінші салыстыр. 34 ондық кем 43 ондықтан, 10 ондық тең 100 бірлікке, 500 кем 900-ден, 50 кем 90-нан, 10 ондық 1 жүздікпен тең, 1 жүздік кем 1 мыңдықтан. Алтыншы тапсырма: мәтіндерді салыстыр, шаршының орнына тиісті санды қойып есептерді шығар. Қазан айында кітапханадан 45 бала, ал қараша айында 44 бала кітап алды. Осы 2 айда барлығы неше бала кітап алды? Яғни бізде қазан 45, қараша 44, барлығы белгісіз болады. Шешуі: 45 қосу 44 тең 89. Жауабы: барлығы 89 бала кітап алды. Әсі, қазан және қараша айларында кітапханадан қанша бала кітап алды? Шаршының орнына толықтыруымыз керек. Қазан айында 45 бала кітап алса, қараша айында неше бала кітап алды? Яғни барлығы 89 бала дейміз. Қазан айында 45, қараша айында белгісіз дейміз. Яғни бұл кересіп болады. Шешуі: 89-дан 45 азайтамыз тең 44. Жауабы: қараша айында 44 бала кітап алды. 8-ші тапсырма: тура теңдікті қалпына келтір. 96 азайтылған 23 тең 24 қосылған 27-ге тең. Енді салыстырайық, екі жағында да 51 болады. 96-тан 23 айтсақ та 51, 24-ке 27 қоссақ та 51. Сонда тура теңдік қалпына келді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.